Ассалаумағалейкум, оңай кәсіп канал көрермендері. Мына осындай хедлок астауы сатылымда. Хедлок астауы қазіргі хит болып отқан. Өте жақсы астау. Мен мынау беттерінің бәрін өзім жауып қойғанмын. Ана су, жаңбыр, қар өтпесін деп, соған болған андай ашық-машықпен істеп қойғанмын. Мыналарды түсіретін болсаңыздар, беті жабылып ашылады. Мына осындай қылып істеп қойғам. Хедлок астауы. Мына. Бұл хедлок астауының ерекшелігін айта кететін болсам, бұл хедлок астауы мындай қылып бірден 22 бас малды осылай жәндегі жемдерін, шөптерін саласыздар ішіне. Барлығы темірден жасалынған. И одан кейін андай бастарын қыстырып қоясыздар. Қазір бастарын мысалы үшін крепление жасап қойған, былайынан көлденең тұр мыналар. Содан уже бір-бірінің жемін жеп қоймайды. Бір-бірінің жемдерін жеп қоймайды. Әрқайсысы өз жемін жейтін болады. Мына. Бұл жәндегі мал бордақлағанға, жәндегі қойды бордақлағанға, ешкі ұстағанға өте керемет астау. Бұны көрсеңіздер, барлығынан андай крепление бар. Сол креплениемен бастарын қыстырып қойсаңыздар, бір-бірінің алдындағы жемін тартып жемейді. Әрқайсысына өзіне тиесілісін ғана жейтін болады. Көріңіздер, ұзындығы 5-86 метр жобасында шығады. Мынандай автоматика бар бұда. Қарап тұрсаңыздар, қазір көрсетейін. Мен ручканы тартқан уақытта 22 бас бірден бастары қысылып бірден ашылады. Мен қазір ашып жатырмын. Мен мына жерге тіреп тұрмын ағашыма. 22 бас бірден ашылды. Мынау креплениелері. Солайынан система жасалынған механизм. Мыналар крепление. Анада да бар. Енді соған қазір қарап тұрыңыздар. Ешкінің басы қазір қысылады. Бірден 22 бастықы бірден қысылатын болады. Мынаны уже арғырай түсіріп атқан кезінде бұлайынан қыстырып қоясыздар. Сол уақытта 22 бастың жәндегі бастары, 22 бас ешкінің басы бірден қысылып тұр. Уже бір-бірінің жәндегі жем шөптерін жемейтін болады. Көріп тұрсаңыздар, жәнде рычагты тартқаннан кейін мыналар уже жабылды. Мыналар бұлайынан көлденең жабылады, бастарын қысып тұр қазір. Егер мен рычагты ашатын болсам, бұлай қарай жылжиды, 22 бас бірден бастары қайтадан ашылады. Сөйтіп ешкілер беймарал шығып кіріп жүре береді. Қазір көріп тұрсаңыздар, бастары қысылып тұр. Мынандай мүйізді ешкілерге де өте жақсы. Бір-бірінің жем шөптерін жеп қоймайды сонда. Көріп тұрғандарыңызды өте ыңғайлы. Мәжеге екеуі басын қыстырып алған екен ғой. Осындай өте жақсы механизм, өте жақсы система. Осылайына істеп алсаңыздар болады. Мен алдындағыны барлығына мынандай қылып ағаш қатырдымды, сол ағашқа ашып-машып қойып, мынандай қылып төбелері жабылатын қылып істедім. Чтобы жауын шашын, анау-мынау кірмес үшін. Жауын шашын қар болған уақытта мен қайта жауып түсіріп қоя салам. Осылай қыласыздар, мына рычагты қайтадан бері тартқан кезде полный система ашылады. Уже ешкілеріңіз беймарал кіріп шығып жүре береді. Көріңіздер. Енді бұл механизм мал ұстағанға, ешкі, жәндегі қой ұстайын деген өте жақсы, қолайлы. Көрсеңіздер, қазір бастары кең ашық тұр. Кең ашық тұр, кіріп шығып жүре береді. Теке болсын, ешкі болсын. Қазір бастарын көрдіңіз, алып атырызы. Осындағы, осына рычаг, бұлай қарай түседі, бастары қысылады. Бірден бір неме күрчөкпен. Осындай хедлок деген астау заманауи Италияның жәндегі несі әдісімен жасалынған. Сол сатылады. Біздің осы YouTube арнамызға да тіркеліп кетіңіздер. Толық мәлімет алу үшін, бағасы, басқа да нәрселерді сұрау үшін менің осы нөміріме байланысқа шығыңыздар. 8702 509 91 63 нөміріне.
мына қазір сол сатылымдағы хедлог астауы. Мына осы. Мына көрсеңіздер, мынандай рычагы бар, өзінің ашып жабатын. Мына мынау бастарын тығатын жерлері 22 басқа арналған. Где-то мынау ұзындығы 5-86 метрдің жобасында шығады. Мына барлығының қаңылтырлары бәрі қапталған, боялған. Осыны апарып қойып алсаңыздар болады. Италияның стилімен жасалынған. Мына алам деген кісілер хабарласыңыздар. Мына осы хедлок деген астау. Өте ыңғайлы шаруаға. Жәндегі жемдеріңіз, шөптеріңіз ысырап болмайды. Одан кейін қадағалай аласыздар. Қай ешкіңіз болмаса, қай қойыңыз қанша мөлшерде жеп атыр, соны қадағалауға өте ыңғайлы.